Нью-Йоркте Палома үйді жалға беретін әлеуетті клиентке көрсетіп жүр. Ол ғимараттың қасиеттерін әдемі, гүлденген сөздермен безендіріп, аяқтары мен кеудесін көрсетіп жанама флирт жасайды. Турдың соңында ол бұл үйге бірнеше адам қызығушылық танытып жатқанын айтады. Сондықтан ер адам мәміле жасасуға келісе сала ақшаны бірден аударады. Ол сонымен қатар Паломаға кешкі асқа шақырады. Палома қабылдайды. Ол алдыңғы иелері түстен кейін қалған заттарын алып кететінін, содан кейін кешке үй бос болатынын түсіндіреді. Сол түні ер адам шарап бөтелкесімен кездесуге дайын болып келеді, бірақ есікті басқа бір жігіт ашады, және ол үйде тұратынын, үйді сатуға немесе жалға беруге ешқандай ниеті жоқ екенін айтады. Ол Палома туралы ешқашан естімеген. Ер адам бірден оған қоңырау шалады, бірақ нөмір бұдан былай жоқ болып шығады. Анықталып отырғандай, Палома алаяқ. Ол өзінің меншігінде жоқ пәтерлерді, үйлерді көп сұрақ қоймайтын бай адамдарға көрсетеді, алғашқы төлемді алады да жоғалады. Әр жолы ол басқа телефон нөмірін, басқа атты, басқа парикті және тіпті басқа акцентті пайдаланады, сондықтан ешқашан ұсталмайды. Барда Палома құрбысы Смитпен кездеседі, және тағы бір сәтті алаяқтықты тойлау үшін қабырғаға таянып жыныстық қатынасқа түседі. Кейін үйде, бассейнде тағы қайталанады. Смит мен сені сүйемін дейді, бірақ Палома тек сол сияқты деп жауап береді. Смит қайтадан сүйемін деп айтқанда Палома түсіндіреді. Мұндай сөздерге тек өмірінде бос орынды толтыру керек адамдар мұқтаж, ал екеуі одан жоғары тұр. Таңертең Палома поштасын тексереді, және Дейзи Бюкенаннан әйгілі роман кейіпкері хат табады. Мекен-жайы One Palace Plazaға тиесілі, бірақ Палома полиция өз іп-ін жасырар еді деп ойлайды, және бұл жай балық аулау әрекеті деп есептейді. Смит қорқады және кеткісі келеді, өйткені Балтиморда оларға ұқсас жағдай болған. Палома оған ол жолы тек әлеуметтік желідегі бұлыңғыр сурет болғанын, теледидарда сюжет шыққанын, бірақ ештеңе болмағанын еске салады. Палома хатқа жауап береді. Сіз іздеп жатқан үй бұрыннан алынған деп жазады және мекен-жайын В арқылы жасырады. Смит әлі де мазасыз болғандықтан Палома ойын ұсынады. Олар бір-біріне келесі құрбандарын таңдайды. Кім бірінші мәмілені жапса, келесі жерге қайда баратынын сол шешеді. Смит келісе қояды. Кейін екеуі кітап дүкеніне барады. Жаңа жалған аттарға романдардан идея іздейді. Сонымен қатар қолжетімді үйлердің жарнамаларын қарайды. Олардың көзіне нейрохирург Роберттің үйі түседі. Ол өз саласында үлкен жетістіктерге жеткен, бүкіл әлемнен адамдар оған емделуге келеді. Ауруханада Роберт өте қиын ми операциясын аяқтайды. Кейін бастығы Брэдшоумен сөйлеседі. Брэдшоу оны ғажайып жасайды деп есептейді. Олар нейротрансплантация туралы сөйлеседі. Роберт мұны жануарларда жүзеге асырған, адамдарда қолданғысы келеді, бірақ үкімет рұқсат бермей отыр. Брэдшоу оған қолдау көрсетемін деп уәде береді. Кешке Роберт баламен кездеседі. Палома қарапайым, ұялшақ әйел бейнесінде, Роберттің ескі үйін жалға алғысы келетінін айтады. Бұл үйдің ерекшелігі қызметшілер бөлмелері холера зиратының үстіне салынғаны анықталған соң кірпішпен бекітілген. Роберт мұнда қайтыс болған әйелі Ребеккамен бірге тұрғанын айтады. Оның ата-анасы бірнеше үй төмен тұрады. Мәмілені аяқтап қол алысқанда Роберттің неке сақинасы Паломаның қолын сызып алады. Ол кешірім сұрап, сақина қоқыс тастайтын жерде зақымдалғанын түсіндіреді. Содан кейін жараны тазалап құжаттарды, Wi-Fi паролін, дабыл кодтарын береді. Өз бөлмесінде Палома Смитке қоңырау шалып, ілгерілеуін хабарлайды. Ол кілттердің көшірмесін жасап, Роберт берген пароль арқылы камераларды өшірген, енді тек клиенттер іздеу керек. Палома білмейді. Роберт камераларды қарап отырады, және оның камераларды өшіргенін байқайды. Біраз уақыттан кейін Палома бір топ клиентті үйге шақырады, бірақ ешқайсысы мәміле жасамайды. Кешке Тад есімді клиент келеді. Палома ілгерілеу бар деп ойлайды. Оны қонақ бөлмеге шақырады, бірақ қауіпсіздік камерасын өшіруді ұмытып кетеді. Роберт бірден ескерту алады. Үйде бірнеше адам бар. Тад агрессивті бола бастайды. Палома оны бас тартады. Ол жақындап, шашынан ұстайды, паригі түсіп қалады. Палома итеріп, қашпақ болады, бірақ Тад мойнынан ұстап қабырғаға қысып ұстай бастайды. Күресте Палома оны итеріп жіберіп, еденге құлайды. Тад пышақ алып, мойнына тақайды. Осының бәрін Роберт камерадан көріп, бірден үйден шығады.
Палома шабуылшыны теуіп, ол үстелге басын соғады. Қашпақ болғанда Тад аяғынан ұстап құлатады да мойнын кеседі. Жарадан қан кетіп, Тадтың басы айнала бастайды. Сол кезде Роберт пайда болып, оның мойнына седативті дәрі енгізеді. Палома тұрмақ болып, есінен танып қалады. Полиция бөлімшесінде детективтер Дайан мен Грейс Нью-Йорктегі жұмбақ әйелдің ісімен айналысып жатыр. Оларда тек әдеби кейіпкерлердің аттарын пайдаланатыны ғана белгілі. Дайан өзі хат жібергенін мойындайды және Грейске соңғы уақыттағы жалға берілетін үйлердің тізімдерін әдеби аттар бойынша тексеруді тапсырады. Палома есін жиғанда аурухана бөлмесінде жатқанын көреді. Роберт келіп, оған 11-лік қан құйғанын айтады. Содан кейін қалтасынан тапқан визиткасын шығарады, жалған аты және риэлтор деген жазуы бар. Енді ол оның алаяқ екенін біледі. Роберт оны сөгеді. Ақыл ойыңды адамдарға көмектесу үшін қолдануың керек дейді. Содан кейін тағы седатив беріп, мойнындағы жараны тігеді. Түнде Палома барлық аппараттарды ажыратып қашпақ болады, бірақ есік құлыптаулы. Терезені тексергенде терезенің алдында кірпіш қабырға тұр. Ол қауіпсіздік камерасына айқайлап, есікті ұрады, бекер. Содан шаш түйреуіш пен инені пайдаланып құлыпты ашады да шығады. Дәлізде ол ауруханада емес, үйдің құпия бөлмесінде екенін түсінеді. Есік күрт жабылады, ит үреді. Кенет Лейни артынан пайда болып, оны ұстап алады. Сол уақытта Смит өз мәмілесін жабады және Паломаға хабарлама жібереді. Роберт қанға боялған кілемді алып тастап, Паломаның телефоны мен кілттерін табады. Кілемді Смиттің машинасына жасырады. Біраздан кейін полиция Тадтың суретін көрсетіп, көршілерден сұрап жүреді. Әйелі оны іздеп жатыр, телефоны осы аймақта соңғы рет тіркелген. Роберт танымайтынын айтады, бірақ көшеде өрт гидрантын жауып тұрған машина туралы айтып, оны буксирлегенін хабарлайды. Роберт Ребекканың ескі видеоларын қарап отырғанда, Палома қамалған бөлмеде оянады. Ол еденге шынжырмен байланған. Көмек сұрап айқайлайды, бекер. Роберт тамақ пен дәрі әкеледі. Палома оған айқайлап, шабуыл жасамақ болады, бірақ Роберт қашықтықта тұрады. Ол полицияны шақырамын деп қорқытады. Палома керісінше қылмыстарын мойындауға дайын екенін айтады, тек Роберт пен Тадты жазаласа болды дейді. Роберт кеткен соң Палома ыдысты лақтырып жібереді. Кейін Лейни пайда болады. Кешке Роберт оның дыңқысы арқылы толық аты жөнін анықтағанын, отбасы 3 жыл бұрын автокөлік апатында қайтыс болғанын айтады. Смит барда Паломаны күтіп, уайымдай бастайды. Заг оған жақындамақ болғанда қуып жібереді. Сол кезде Роберт Палома ретінде жауап береді. Смит мен сені сүйемін деп жазғанда, Роберт мен де сені сүйемін деп жауап береді. Смит күдіктеніп, Загқа қайта оралып, онымен кетуге келісе қояды. Кейін Палома дәретханаға шығу керек болады. Лейни оны өзіне кісендеп алып, сыртқы дәретханаға апарады. Ол Лейнидің басындағы тыртықты көріп, сөйлесуге тырысады, бірақ жауап жоқ. Қайтар жолда Роберт кісенді ауыстырады. Палома шабуыл жасамақ болады, бірақ Лейни оны бірден басып тастайды. Палома Лейни туралы сұрайды. Роберт айтады. Лейни 6 ай бұрын оның ауруханасында медбике болған. Мас жүргізуші оны соғып, өсімді күйге түсірген. Жүргізуші тек шартты жазалған. Роберт операция жасамаса, Лейни өмір бойы аппаратқа байланып жатар еді. Палома бос денеге өмір деп айтуға болмайды дейді. Роберт шамдарды өшіріп кетеді. Көшеде Смит Загпен бірге Роберттің үйіне келеді. Ол Роберттің ең жақын досы құрбысы екенін, екеуін ұрып соққанын айтады. Зак мылтығын алып көмектесуге келісе қояды. Роберт есік қағылғанын естіп ашады. Зак оны итеріп кіріп, барлық бөлмелерді тексеріп, заттарды лақтыра бастайды. Ребекканың суретінде сындырады. Ребекканы қорлағанда Роберт шыдай алмай, пластинканы сындырып, оның мойнын кесіп өлтіреді. Сыртта Смит шамдардың өшкенін көріп, машинадан шығады. Үйдің жоспары бойынша артқы есікті іздейді. Ол камераға түседі. Роберт хабар алады да пышақ алады. Смит қабырғадағы ойықты тауып, тартады, ашылмайды. Кейін пернетақтаны көріп, Палома айтқан кодты енгізеді, құпия есік ашылады. Ол мылтықпен ішке кіреді. Роберт соңынан барады.
Смит құпия аймаққа кіргенде ит үріп, Ленниді оятады. Ленни дарт мылтығын алады. Палома дренажды торды бұрап, шынжырдың бұрандасын шешіп босанады. Ол пышақ алып, қайтадан байланған күйде жатады. Біреу келе жатқанын естіп, артынан тұрып шабуылдайды, бірақ ол Смит болып шығады. Смит құлайды. Роберт кіріп, қанын тоқтатуға тырысады. Палома Смиттің мылтығын көреді, бірақ Ленни келіп, оны транквилизатормен атады. Палома кешір деп үлгеріп, есінен танып қалады. Кейін Роберт қонақ бөлмеде шарап ішіп, Ребекканың нейротрансплантация бойынша презентациясын қарайды. Кенет галлюцинация басталады. Экрандағы Ребекка сөйлейді, бөлмеде пайда болады. Ол бұл алтын мүмкіндік, экспериментті аяқта дейді. Полиция бөлімшесінде Грейс пен Даян Роберттің үйін тексеруге шешеді. Палома оянғанда қайта байланған Смит жоқ. Ол көрші бөлмеге қарап, Роберт пен Ленни Смитті операцияға дайындап жатқанын көреді. Татта тірі ұсталған. Роберт миды трансплантациялауды жоспарлайды. Палома оны құбыжық деп атайды, бірақ Роберт оған назар аудармайды. Палома Смиттің басын кесіп, дрель қолданғанда құлағын жауып, есінен танып қала жаздайды. Ол Смиттің галлюцинациясын көреді. Роберт Смиттің миынан бөлік алып, Таттың басына салады. Тат алғашында қозғала алмайды, бірақ кейін басқара бастайды. Ол Палома алдына құлап, Балтимор деп айтады, бұл Смиттің ми екені анық. Палома оны құшақтап сүйемін дейді, Смит сол сияқты деп жауап береді. Бірақ кейін Таттың мінезі шығып қорлайды. Палома оны итеріп жібереді. Тат ми ашық күйде қабырғаға соғылып өледі. Сол кезде Роберттің камерасы Даян мен Грейстің келгенін хабарлайды. Роберт ашуланып, Ленниге Паломаны дайында деп айтып, сыртқа шығады. Таза киініп, итін серуендеп келдім деп полицияны кіргізеді. Даян камераларды байқайды. Роберт жалға алушылар өшіріп тастайды дейді. Даян жарнаманы көрсетеді. Роберт өз үйін жалға бермейтінін, бірақ қонақ болғанын, әдеби ат қолданғанын айтады. Полиция ештеңе істей алмай кетеді. Роберт айна алдында Ребекканы көреді, ол жалғыз істей алмайсың дейді. Роберт ашуланып, Бред Шоуға қоңырау шалады. Полиция үйдегі су ыдысы жоқ, кілем жоқ жерде скотч ізі, жаңа боялған жерді байқайды. Бірақ дәлел жеткіліксіз. Ленни Паломаның шашын қырып жатыр. Палома отбасы, махаббат туралы сөйлейді. Ленни оған Смиттің мылтығымен кілтті беріп, кісенді шешуге мүмкіндік береді. Палома Смитке қоштасып, сақинасын алады. Ленни өзін-өз атады. Роберт жүгіріп келіп, Паломаны ұстап, седатив беріп, фургонға салады. Палома оянғанда созылған, Ребекканың видеолары мен классикалық музыка ойнап тұр. Роберт бұл реципиентті ынталандыру үшін қажет дейді. Полиция Роберттің камера жазбаларында дүйсенбідегі жаңбыр көрінбейтінін байқайды, жазба бұрмаланған. Роберт басқа денені Ребекканы әкеледі. Ол шын мәнінде өлмеген, мидың дегенеративті ауруынан комада жатыр. Роберт оны жылдар бойы ұстап келген. Қан топтары сәйкес келеді. Ол Паломаның басын ашады. Палома алғашында күледі, бірақ дрель шыққанда айқайлайды. Бред Шоу келіп, барлығын көреді. Палома көмек сұрайды, бірақ Бред Шоу Роберттің шегінен шыққанын айтып кетеді. Машинада 911-ге қоңырау шалмақ болғанда Роберт оны пышақпен өлтіреді. Полиция көршілердің түнде мылтық даусын естігенін біліп, ордер алады. Олар үйге кіргенде ештеңе таппайды. Артқы есік арқылы кіргенде бірнеше дене табылады, бірақ Роберт пен Ребекка жоқ. Роберт Ребекканың ата-анасының үйінде жасырынып жатыр. Ребекка оянып есін жиғанда Роберт қуанады. Біраз уақыттан кейін олар орман маңындағы коттеджде бақытты өмір сүреді. Ребекка денесін кімнен алғанын сұрайды. Роберт донор өмір сүрмеді дейді. Бір күні Ребекка Роберттің мойнын кеседі. Бұл Палома. Ол бәрін ойнап толық сауығып алған соң кек алған. Смиттің сақинасын тағып темекі шегіп, Роберттің қан кетіп өлуін тамашалайды. Жазылымды ұнатсаңыз жазылыңыз және хабарландыруды қосыңыз, сонда осыған ұқсас видеоларды жіберіп отырамыз. Көргеніңізге рахмет.